Орталық Азия өркениетінің көптеген атаулары бар. Дала өркениеті, ұлы дала өркениеті деп айтылады. Бұның бәрін қарасаңызда өркениет деген сөзге тоқталады. Жалпы біздің Қазақстан жерінде алғаш жылқыны қолға үйреткеннен кейін көшпелі мал шаруашылығы қалыптасты, яғни көшпелі өркениет пайда болды. Бұл өркениет Орталық Азияның отырықшы егіншілік өркениетімен тығыз байланыста дамыды. Орталық Азияның көшпелі және отырықшы егінші өркениеттерінің пайда болуының маңызды факторы өндіруші экономиканың, яғни мал шаруашылығы мен егіншіліктің пайда болуы болды. Бұл негізгі фактор – мал шаруашылығы және егіншіліктің пайда болуы. Неолит – бұл тас дәуірінің үшінші соңғы кезеңі. Нео жаңа, литос тас деген мағынаны білдіреді. Төңкеріс демді революция деп те кейде айтылады. Бұл неолиттік төңкеріс тас өңдеу техникасының жетілуі және тастан, ағаш пен сүйектен жасалған жаңа құралдардың пайда болуы. Мысалы, барлығымыз білеміз, келі, келсап, кетпен деген сияқты бұрын болмаған жаңа еңбек құралдары пайда болды. Неолиттік төңкерістің себептері қандай? Тұрғындар санының артуы, өндірістік дағдарыстың орын алуы, яғни шығарылған өнімдер тұрғындар санының көп болуына байланысты толықтай қамтамасыз ете алмады. Сонда неолиттік төңкеріс табиғи дайын өнімді тұтынудан өндірістік шаруашылыққа, яғни терімшілік пен аңшылықтан егіншілік пен мал шаруашылығына өткен тарихи қадам болды. Сонда бұл неолиттік төңкеріс дегеніміз мал шаруашылығы және егіншілікке өту кезеңі деп айтамыз. Бұрын бұл шаруашылық бірге қарастырылған болса, неолит дәуірінде мал шаруашылығынан бөлініп егіншілік бөлек сала болып шыққан болатын. Неолиттік төңкерістің маңызды қадамдарының бірі егіншіліктің пайда болуы және отырықшылыққа көшу. Егіншілердің негізгі құралдары таяқ, кетпен, тас орақ болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 6-шы мыңжылдықта оңтүстік Түркменстанда Орталық Азия бойынша алғаш рет жер өңдеп дәнді дақылдарды өсіруді меңгерген жей-туындықтар болды. Энеолит дәуірінде Орталық Азияның оңтүстігіндегі егіншілер суармалы егіншілікті меңгерді. Бұл тарихта анау мәдениеті таралу аймағы оңтүстік Түркменстан болып табылады. Енді барлығымыз білеміз, егіншіліктің екі түрі бар. Суармалы егіншілік деген бар, тәлімді егіншілік деген бар. Суармалы бұл өзеннің Әмудария, Сырдария өзендері бар. Соларды арнайы пайдаланып егіншілікпен айналысады. Егіншілікті суару аймақтары бұл Әмудария, Сырдария өзендерінің жағалаулары болды. Көшпелі және отырықшы егіншілік өркениет мал шаруашылығы мен егіншіліктің пайда болуы нәтижесінде қалыптасты деп айтуымызға болады. Евразияның далалы өңірлерінде мал шаруашылығының пайда болуы. Көшпелі өркениеттің пайда болуының маңызды алғышарты мал шаруашылығының қалыптасуы болып табылады. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың екінші жартысында Евразия даласының климаты құрғақшылыққа ұшырай бастады. Яғни егіншілікпен айналысып келген халық жауын шашын болмағасын, құрғақшылық болғаннан кейін олар табиғаттың әсерінен көшпелі мал шаруашылығына өтуге тиіс болды. Құрғақшылық көшпелі мал шаруашылығының пайда болуына жол ашты. Осы аталғандардың барлығы көшпелі мал шаруашылығының пайда болуына алып келді. Көшпелілікке көшудің тағы да қандай себептер бар екен? Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңында Евразия даласында дөңгелекті көлік пайда болды. Яғни ол біздер арба дейміз, екі аяқты арбалар. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтың соңында Евразия даласында жиналмалы киіз үй түрі пайда болды. Біз барлығымыз да білеміз, қазақтың киіз үйінің арғы тегі ретінде
андронттық дөңгелек тұрғын үй деп есептеледі. Сол жиналмалы киіз үй түрі пайда болды, себебі бұл көшуге өте ыңғайлы болды. Көшпелі өркениеттің қалыптасуына жол ашқан оқиға мал құрамының көбеюі, мал бағудың әртүрлі тәжірибесін қолдану және мал шаруашылығына мамандану болды. Себебі малдың саны өскен сайын жаңа жайылымдық жер керек болды. Сол жерді игеру үшін, малды сақтау үшін, шаруашылығын көбейту үшін көшпелілер осы мал шаруашылығымен айналысуға тиісті болды.